Сәлеметсіңдер ме балалар, 3 сынып қазақ тілі пәні 94 сабақ. Болымды және болымсыз етістік тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. 42-ші жаттығу мәтіннің тақырыбы бойынша мазмұнын болжа, сонан соң мәтінді тыңда. Мәтіннің тақырыбы бейбарыс сұлтан. Демек, мәтін бейбарыс сұлтан туралы болуы керек. Ал енді мәтінді мұқият тыңдайық. Баяғы заманда бейбарыс деген кішкентай бала болыпты. Жаугершілік кезінде соғысқан елдің адамдары оны ат артына мінгізіп алып кетеді. Оны құлдыққа сатып жібереді. Сөйтіп ол бүкіл өмірін араб елінде өткізеді. Бейбарыс ерекше бала болып өседі. Өзінің мықтылығының арқасында бір күндері патша болады. Бейбарыс сұлтан аттанады. Бір күні қартайған шағында ел кезіп жүріп көзі бір түп жусанға түседі. Жұлып алып иіскейді. Кенет көз алдына еміс-еміс болып есінде қалған туған жері елестейді. Жусанды бойтұмарының ішіне салып алады. Елін сағынған сайын жусанды иіскеп мауқын басады. Мәтін жыл 12 ай кітабынан алынған. Ал енді балалар, мәтіннің мазмұны бойынша тапсырма орындайық. Бейбарысты кімдер алып кетті? Ол өз өмірін қай елде өткізді дейді. Балалар, бейбарысты жаугершілік кезінде соғысқан елдің адамдары атқа мінгізіп алып кетеді. Ол бүкіл өмірін араб елінде өткізеді екен. Бейбарыс қандай бала болды? Балалар, бейбарыс ерекше бала болды. Қалай ойлайсың, ол қандай қасиеттеріне байланысты патша болды? Бейбарыстың туған жеріне деген сезімін қайдан білуге болады? Бейбарыс жусанды бойтұмарының ішіне неліктен салып алды дейді. Балалар, ол өзінің мықтылығының, ақылдылығының арқасында патша болған. Ал елін сағынған сайын жусанды иіскеп мауқын басу үшін жусанды бойтұмарына салып жүретін болған екен. Келесі 43-ші жаттығу ретін сақтап оқысаң мақал шығады. Сол мақалды жаз дейді. Балалар, ретін сақтап оқитын боламыз. Адам елінде, қоға көлінде көгерер деген мақал шығады екен. Яғни, адам елінде, қоға көлінде көгерер. 44-ші жаттығу өлеңнің қатесін түзеп жаз. Іштарлыққа білдірме, бақталастық жол берме. Сыйлап үлкен кісіні, қамқорлыққа ал кішіні дейді. Ал енді біз қатесін түзеп көрейік. Іштарлыққа жол берме, бақталастық білдірме. Сыйлап үлкен кісіні, қамқорлыққа ал кішіні. Осылай жазсаңдар болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.